Сәлем достар, біз бүгін осындай өте дәмді сәукеле самсасын пісіреміз. Ұнымызға 1 шай қасық разрыхительді қосып, араластырып қойамыз. 200 мг жылы сүтке 2 жұмыртқа, 200 г қаймақ және де 150 г шемішке май, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұзды әдемілеп араластырып аламыз. Жаңағы араластырып дайындап қойған 750 г ұнымызды електен өткізіп, сұйық массамызға қосамыз. Өстіп видеодағыдай жай қосып, ақырын араластырып, жұмсақ қамыр шығарамыз. Қамырды қолмен әдемілеп илеп болғаннан кейін бетін салафанмен жауып, холодильникке жарты сағат 1 сағатқа қойып қоямыз. Холодильниктен шыққан қамырымызды алып, оған ұн себелеп, осындай 20 бөліктерге бөліп аламыз. Осы бөліктерді айналдырып, домалақ шариктер жасап аламыз. Домалақ шариктерімізді алып, оқтаудың көмегімен осылай жайып аламыз, начинкасын саламыз. Сосын жанынан видеодағыдай кесіп қамырды сәукеле ұқсатып айналдырып шығамыз. Мен начинкасын фарштан жасадым. Осы 20 самсаға маған 300 г фарш пен 1 үлкен жуа жетті. Барлық самсаларымызды сәукеле ұқсатып түйіп болған соң, жұмыртқаның сарыуызына кішкене сүт қосып, осылай самсалардың бетіне жағып, бетіне кунжут сеуіп шығамыз.